Сәлем достар, қалайсыздар? Сонымен сіздермен бүгін біздер ағылшын тілінде өте маңызды тақырыппен өтеміз. Types of sentences ағылшын тіліндегі сөйлемнің түрлеріне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Қараңыздар, бүгін бірінші тақырып ағылшын тілінде жалпы 3 түрлі сөйлем бар, қазақ тіліндегі секілді. Хабарлы сөйлем, affirmative, interrogative, сұрау сөйлем, negative, болымсыз сөйлем. Бірінші affirmative, хабарлы сөйлемге тоқталайық. Хабарлы сөйлемнің ішіндегі біз әсіресе сөздердің орны, реттік орнына тоқталайық. Ағылшын тілінде міндетті түрде сөйлемде бастауыш пен баяндауыш болу керек. Мысалға, I read, мен оқимын. Одан кейін қосымша ақпарат беру үшін біз бастауыш, баяндауыш және толықтау қоса аламыз. I read a book, мен оқимын нені, кітапты. Түсінікті? Сонымен қатар оған біз пысықтауыш қоссақ та болады. Мысалы, I read a book every day, мен оқимын кітапты күн сайын. Түсінікті? Одан кейін біз мына пысықтауыш, қараңыздар, сөздердің сөйлемде орнына тоқталайық. Әрқашан сөйлемде бірінші бізде бастауыш жүреді, одан кейін баяндауыш жүреді, одан кейін толықтауыш жүреді. Осы үшеуінің реттік орналасуы өзгермейді. Бірақ пысықтауышты, мысалға біз анықтауышты сөйлемде орнын ауыстыра беруіне болады. Мысалға, I read a book every day, мен оқимын кітапты күнде. Бұл жерде күнде деген бізде пысықтауыш. Біз осы пысықтауышты сөйлемнің алдыңғы бөлігіне қойып қойсақ болады. Мысалға, Every day I read a book. Мен күнде мен кітап оқимын деп. Түсінікті, келесі. Сөйлемде міндетті түрде есте сақтайтын нәрсе бірінші бастауыш жүреді, одан кейін баяндауыш жүреді. Осы екеуінің реттілігі өзгермейді. Яғни ешқашан біз баяндаушты хабарлы сөйлемде әсіресе бастауыштың алдына шығарып қоймаймыз. Бірінші міндетті түрде бастауыш жүреді. I, you, he деген секілді, одан кейін барып баяндауыш жүреді. Келесі. Бірақ кейде бастауыш пен баяндауыштың арасына біз пысықтауышты қосақ болады. Мысалға, I sometimes play football. Мен кейде футбол ойнаймын. Түсінікті, яғни екеуінің ортасына басқа сөздер қойған болғанымен бәрібір бірінші орында алдыңғы бірінші рет бойынша бастауыш тұрады. Play sometimes I деп айтуға болмайды. Бірінші міндетті түрде бастауыш, одан кейін егер болса басқа сөз табу, одан кейін барып баяндауыш тұрады. Келесі. Сөйлемде міндетті түрде баяндауыш болады. Қазақ тіліне аударған кезде ол баяндауыш қазақ тіліндегідей етістік болмаса да, бірақ ағылшын тілінде ол етістік міндетті түрде болады. Мысалға, there is a book деген сөйлемде мынау кітап деп отырамыз. Қазақ тіліне қарасаң, бұл жерде ешқандай етістік жоқ, баяндауыш жоқ секілді. Бірақ ағылшын тілінде біз бұны there is деген конструкция арқылы беріп тұрмыз. Ағылшын сөйлемде баяндауыш бізде мынау there is деген төбе етістігінің баяндауыш ретке келіп тұр. Сөйлем баяндаушысыз ағылшын тілінде болмайды. Аударған кезде дәл сондай мағынасын аудармасақ та, ол міндетті түрде жазылады. There is a book, мына жерде кітап бар деген сөз. Енді практикалық бөлімге көшейік. Сонымен жалғастырамыз. Жаңа айтқандай, сөйлемде қарапайым әрқашан бірінші бастауыш пен баяндауыш тұрады. Бірінші бастауыш I, мысалға play, баяндауыш екінші орында тұрады. Одан кейін қосымша ақпарат беру үшін басқаларын қосуымызға болады. Мысалға, I, мен бастауыш, play, баяндауыш, одан кейін футбол, мен ойнаймын футболды, бұл бізді толықтауыш. Мен ойнаймын футболды. Осы үш сөз табының реттілігін сақтаймыз әрқашан. Одан кейін I play football every day деп айтуға болады. Мен футболды күнде ойнаймын. Пысықтауышты қоссақ болады сөйлемге. Мен ойнаймын футбол күнде деп. Жаңа айтылып өтті, пысықтауыш, анықтауыш пен пысықтауыш сөйлемде орындарын өзгерте беруге болады. At the lesson, our teachers use funny pictures. Бұл сөйлемде қараңыздар, бізде бастауыш teachers, our teachers, біздің мұғалімдер қолданады баяндауыш use funny pictures, күлкілі суреттерді. Бұл бізде толықтауыш, қайда? Сабақта. At the lesson, ол бізде пысықтауыш. Қараңыздар, пысықтауыш сөйлемнің бірінші бөлігінде келіп тұр, бірінші болып, одан кейін бастауыш келіп тұр, одан кейін баяндауыш келіп тұр, одан кейін толықтауыш келіп тұр. Түсінікті? At the lesson, сабақта біздің мұғалімдер қолданады күлкілі суреттерді. Жалғастырамыз. Use funny pictures. Келесі, I watch TV in the evening. Мен бастауыш қараймын теледидарды кешке. Бірінші бізде әрқашан бастауыш жүреді, одан кейін баяндауыш жүреді. Мен қараймын теледидарды қашан кешке. Пысықтауыш сөйлемнің соңында тұр. Жаңа айтылды, кейде бастауыш пен баяндауыштың арасында пысықтауыш қосақ болады. Мысалға, I seldom watch TV in the evening. Мен кейде қараймын теледидарды кешке.
Келесі. My parents, менің ата-анам, кейде қарайды теледидарды кешке. Бұл жерде бізде бастауыш міне. Сонымен қатар жаңа айттық, иә, аударма ағылшын тілінде міндетті түрде сөйлемде етістік болу керек. Мына сөйлемде there are many apples on the table. Үстелдің үстінде көп алма тұр деген сөйлемде бізде аударған кезде баяндауыш болмаса да, бірақ сөйлемде міндетті түрде болу керек. Ол бізге there are деген конструкция баяндауыштың рөлін атқарып тұр. There are бізде баяндауыш не алмалар many apples қайда үстелдің үстінде on the table. Енді практикаға көшейік, қараңыздар. Менің мысығым ұйықтап жатыр деп қалай айтамыз? Менің мысығым ұйықтап жатыр. Бірінші бастауыш, одан кейін баяндауыш тұрады. Жауабын тексереміз. My cat sleeps, бастауыш және баяндауыш. Енді айтамыз, менің мысығым диванда ұйықтап жатыр. My cat бастауыш, sleeps ұйықтап жатыр on the sofa. Енді келесі. Менің мысығым кейде диванда ұйықтайды. My cat кейде often sleeps баяндауыш on the sofa диванда. Түсінікті, бізде бастауыш тұр. Одан кейін үстеу пысықтауыш, екі бастауыш пен баяндауыштың ортасында тұр. Одан кейін баяндауыш және одан кейін толық тағы да пысықтауыш. Түсінікті,